Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір қай сабақ? Жарайсыңдар. Олай болса, біз қандаймыз? Biz qandaymiz? Әдептісің, ақылдысың. Biz qandaymiz? Әдетсің, талаптысың. Biz qandaymiz? Ақыллысың, әдептісің. Біз қандаймыз балалар? Жарайсыңдар, орындарыңа отыра қойыңдар. Ал балалар, бүгінгі сабағымызда мен бағалау парақтарымды берейін. Бағалау парақтарымды өздеріңді бағалайсыңдар. Таратып берейін. Өздеріңді бағалаймыз. Бүгінгі сабақта өткенді қайталау, үстел-үсті ойынымен танысамыз. Қанекей, үстел-үсті әр топтан қазір бір оқушыдан шығады. Қанекей, бірінші топтан кім шығады? Ерсұлтан шығамын деп келе ғой. Өзіңе ұнаған ақсықтырын ала ғой. Сұраққа жауап бер. Даусын шығар. Жалғау дегеніміз не? Сөз бен сөзді байланыстыратын бөлігін жалғау дейді. Тамаша, жарайсың. Өзіңнің бағалау парағына балыңды қоя ғой, бір балыңды. Келесі, екінші топтан шыға ғой. Медина шыға ғой. Жылдам шығамыз балалар. Нұрым келеді. Зат десім нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді екен. Қандай? Көпше түрі. Тамаша, өзіңді бағалай ғой. Үшінші. Сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Түбір сөз? Мысал келтіре қойшы. Мысалы, дәптер, жыл, спорт, палуан. Отыра ғой, тамаша. Өзіңе бағалай ғой. Ал, жарайсыңдар балалар. Енді барлығымыз тақтаға қарайықшы. Неға шабуыл жасайық? Біз тақтадан нені көріп тұрмыз? Төрт малдарды көріп тұрмыз. Төрт малдардың біз балалар төлдерін табуымыз керек. Ал Қанекей, кім шығып төлдерін табады? Мен. Ал Қанекей, Нұрым келе ғой. Менің төлін табасын. Жылқының төлін таба ғой. Мына жерде жылқының төлін не дейміз? Қолын дейміз. Тамаша. Келесі жылдан. Ерсұлтан келе ғой. Бексұлтан. Қайсының төлін табамыз? Бұзау дейді. Ол менің төлі. Сиырдың төлі. Тамаша. Ал келе ғой. Абылай келе ғой. Жылдан келеміз. Жылдан. Андағы ненің төлі? Қозы. Ненің төлі? Төлі не? Ненің төлі? Қойдың төлі? Қозы. Дұрыстап балалар, дұрыс жауап береміз. Келесі. Ал. Аделя келе ғой. Жылдам. Бота. Ненің төлі? Түйенің төлі. Тамаша. Ал, әлі келе ғой, алда қақырман. Соңғы.
Anдағы ненің төлі? Не? Ешкінің төлі не дейміз? Лақ. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Міне, жаңа сабағымыз міне. Біз 4 түлік малдар туралы өттік. Енді балалар, бүгінгі біздің кітабымызды барлығымыз ашамыз. 57 чебетті ашамыз. Бүгінгі біздің сабағымыз балалар. Зат есімнің жекеше және көпше түрі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар. Бүгінгі сабағымыз көптік жалғауларын дұрыс қолдану, мәтіннің мазмұнын анық, сұрақтарға жауап беру. Ал енді балалар, барлығымыз бейнероликке жайлаудан күзеуге көшіп отырады. Жайлау малға тиімді, тіршілікке қолайлы. Көшіп қонуға ыңғайлы жерлерден таңдап. Көктемде күн ұзарып, ауа райының жылуынан қар еріп, жауын-шашын бастамас бұрын біз топқа бөлініп алайық. Орнымыздан тұрамыз. Топқа мына кольцо арқылы кімге қандай топ түседі, сол топтар бірге отырамыз. Кәнекей келеміз. Ал енді балалар, кітабымызды ашамыз. 57-ші және бетті аштық па балалар? Жарт есімді. Енді 45-ші жартты болды. Қарайық балалар. Қандай тақырып өлең? Төлдерім дейді. Міне бүгінгі сабағымыз төлдерім. Бота төлін түйенің, құлын төлі биенің, қойдың төлі қозыны, момыным деп білемін. Бұзау төлі сиырдың, ырыс құты үйімнің, ешкі төлі лаққа, шынағым деп сүйендім. Ал Арсанбай Естеновті қазір балалар барлықтарын жеке жұмыс жүргіземіз. Сатылай кешенді талдау. Кәнекей мен таратып беремін. Сатылай жеке жұмыстарында жұмыс жасаймыз. Ал балалар, сатылай кешенді талдауға кім дайын екен? Жарайды, Ерсұлтан орнында тұрып оқып айта қой. Авторы Арасанбай Естенов, тақырыбы төлдерім, жанр түрі, өлең түрі, идеясы төлдерді сүю, мейірімділікпен қорғау, шумақ, екі шумақ, буын саны, қозы, төрт әріп, төрт дыбыстан екі буын, қой дауыссыз, қатан, о дауысты жуан, з дауыссыз ұяң, дауысты жуан. Морфологиялық талдау қозы зат есім, қозылар көпше түрі. Лексикалық талдау қозы қойдың төлі. Тамаша, жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Өзіңе балды қойып қоясың дейсің. Ал енді ары қарай енді дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, осы зат есімдерді тап дейді. Олардың зат есімді көпше түрге айналдырамыз. Ал кәнекей 45-ші жартты бұл зат есімді көпше түрге айналдырамыз. Міне, зат есімдерді тап, оларды зат есімнің көпше түрге айналдырамыз. Зат есімдерді қайсысы? Iya kan? Барлығымыз жазып болса, қолымызды қойып, кәнекей жазғанымызды оқи қояйық. Кім оқиды екен? Ал Аделя, оқи қойшы.
Ota, otalar. Tamosha, jaraysin o'zingni bag'alay bering deb. Kelesi. Ali. Qulundar. Aha, uchinchi to'pdan kim? Tuya. Tuya. Jaraysizlar, barliklaringda men tekshirib chiqaman. O'zlarim tamosha jaraysizlar. Al endi balalar, barliklaring yaxshi o'rindapsizlar. Tamosha o'z-o'zlaringda bag'alab qo'yinglar. Hozir qalamimizni qo'yamiz barlig'imiz. Hozir balalar sergi tursaydi balalar. Pirni taxtamin o'rindaymiz. Hozir birinchi to'pdan chiqadi. Ali kela qo'y. Mana yerdan sartdim. Zat ismini chekishi bugungi sabab ko'pchiliklar aniqlaydi. Kela qo'y. Hozir aniqlaymiz. Al. O'qib qizanoq deydi. Ko'pchiliklar Qizaloqlar. qizanoqlar. Tamosha. Kelesi. Aha. To'rtinchi. Almurtlar. Tasavvur. Durust ekan javob. Almurtlar. Tamosha jaraysizlar. Amirjon kela qo'y. Qumralar. Tamosha jaraysin. Tamosha jaraysizlar balalar. Al endi bo'yimiz serg'ib qoldi. Tamosha jaraysizlar. Hozir to'p turishimiz. Birinchi to'pda balalar Senpin adisimen 4 turli qurali 5 yo'lda o'yin qurastiramiz. Ikkinchi to'p semantikalik karta. Üçüncü top zat yesimlerinin suretlerin qo'yaymiz. Topshirma tushunibdi-ku. Al kaniki top turishimizda bastaymiz. Kaniki barimiz top tasib turishimiz jasaymiz. Qo'yasizlar. Zat yesimlerda senga semantikalik kartani to'ldiramiz. Barlig'imiz bolalar birga yumush jasaymiz. Tamosha. Al kaniki barliq to'p birga siyaqda. Kaniki birinchi to'p kela qo'yinglar. Kela qo'yinglar. Qalay qo'yinglar. Zat esa aldım keledi. Sun yesim adamga fayda beredi. Tamosha. Sen yesim sütü yedi jini. Al. Bir so'zlarni o'qib chiqinglar aka. Al men o'qisam. Senlarga zat yesimlerini yozilgan suratlarni qo'yadi. Qanday zat yesimlar? Almatı jalpı yesim. O jalpı yesim. Kelesi? Jalpı yesim. Kelesi? Jaraysizlar balalar. Hozir endi juptiq жұмыс жүргіземіз. 48-chi jattig'u Münsterberg adisi bo'yicha juptiq жұмыс жүргіземіз. Әріптердің arasынан zat yesimlerni topib üstün sızamiz. Ko'pchilik turinde daftarlarga yozasizlar. Topshirma tushunibdi-ku. Bu juptiq жұмыс. Juptiq жұмыс. Ballar topgan so'zlarimni daftarga ko'pchilik turda yozamiz.
Qani qo'llarni qo'yib birinchi. Bәріміз қолымызды қойып, енді тапқан сөздерді оқып береміз. Ал Али қандай сөз таптың? Домбыралар сурет, суреттер ана, аналар ата, аталар жылқы, жылқылар. Тамаша. Ал Айзере оқи қой. Домбыралар сурет, суреттер ана, аналар бала, балалар ата, аталар кітапы, кітаптар жылқы, жылқылар. Ерсеназ оқи қой. Домбыралар ана, аналар бала, балалар жылқы, жылқылар ата, аталар сурет, суреттер айна, айналар. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Енді 47-ші жаттығу балалар. 47-ші жаттығу дәптермен жұмыс. Өздерін кітаптан орындаймыз. 47-ні орындаймыз. Көп нүктен жалғауларды жайып жазамыз. Түйелер қоздайды. 47-ші жаттығу. Ал жаздық. Бірінші сөйлемді кім оқиды? Ардана оқи қой. Түйелер боздайды. Түйелер боздайды. Екінші топ. Оқи қой. Сиырлар мөңірейді. Сиырлар мөңірейді. Амиржан? Қойлар маңырайды. Қойлар маңырайды. Рамазан? Иттер үрейді. Иттер үрейді. Жарайсыңдар. Үйге тапсырма 46-шы жаттығу мәтінді көшіріп жазамыз. Ережені жаттаймыз. Өз-өзін қалай бағалады екен? Әлі сен өзіңді қалай бағаладың? Мен 9-ға бағаладым. Айзере? Мен өзімді 10-ға бағаладым. Тамаша. 9-ға бағалапты. Еркеназ? Мен өзімді 8-ге бағаладым. Тамаша, жарайсыңдар. Сәтесінің жекеше түрі және көпше түрін кім айтады? Жекеше түрін ал. Айта ғой, сәтесінің жекеше түр дегеніміз не? Затесін жекеше көпше түрі болады. Кімне сұрақтарына жауап беретін сөйлемді затесінің жекеше түрі деп атайды. Отыра ғой, тамаша. Ал көпше түрі қандай сұрақтарға жауап береді? Әділер кімді? Кім, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беретін сөздер. Сөздер, тамаша, жарайсың. Ал енді олай болса, бүгінгі сабаққа кері байланыс жүргіземіз. Бүгінгі сабақ маған өте ұнады. Мен бәрін түсіндім. Келесі. Бүгінгі сабақ ұтымды, маған ұнады. Келесі. Ал нұрым. Ал. Бүгінгі сабақ маған өте ұнады, мен бәрін түсіндім. Сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ барлықтарына түсінікті болды ма? Иә. Жарайсыңдар, сабақ аяқталды. Үзіліске барып келсеңдер болады.